Армысыздар ағайын. Бүгін Алаш қозғалысының һәм Алашорда үкіметінің жетекшісі Нұрмұхамедұлы Әлихан Бөкейханның дүниеге келген күні. Ұлт көсемі Әлихан Бөкейхан 1866 жылы 5 наурызда дүниеге келген болатын. Қазақ халқының азаттығы мен құқығы үшін күресіп, Алашорда үкіметін құру жолында барлық ғұмырын тартысты өткізді. Бүгінгі халық Әлихан Бөкейханды қаншалықты таниды? Сауалнама жүргізіп көрейік. Бұл кісі қазақ зиялысы, публицист, ғалым, Алаш қозғалысының лидері. Жалпы Алматы қаласында Әлихан Бөкейхан атындағы көше бар ма? Бар. Қай жерде? Мына Белинский жақта қойын. Кішкентай көше. Барахолка маңында, иә. Үлкен көше беру керек еді негізі Әлихан Бөкейхан. Өзге де елдерде, мысалға Вашингтон, Америка құрама штаттарында, Польшада, Варшава сынды өздерінің тарихтағы тұлғаларына қала есімдерін берген. Осы қазақ даласында Әлихан Бөкейханға қала есімі беру лайықты ма? Және қай қаланы берген ұсынасыз? Енді болмаса Алаш деп, болмаса Әлиханның атын беру керек деп ойлаймын. Лайықты. Суреттегі тұлға бәлкім таныс болар. Бұрын бізде Алашордада премьер-министр болған жоқ болды. Тұңғыш яғни. Тұңғыш премьер-министр болған. Әлихан Бөкейханов. 19 ғасырларда он, может, он 20 философ. ғасырлардың басында. Он, наверное, философ. Жоқ, тағы да. Еще он химик, наверное, я думаю. Әлихан Бөкейхан туралы естуің бар ма? Бар. Ол кісі кім болған? Революционер ғой. Нақтырақ қай жылдары? 1916 ма, сол кезде. 32 ма. Әлихан Бөкейханов солардың басшысы болды. Алашорданың. Әлихан Бөкейханов жөнінде естуім бар, иә. Ол кісі кім болған? Кезінде осы қазақ әдебиет саласында осы қазақ тарихы даму үшін көп үлес қосқан, яғни былай айта кетсек болады. Әлихан Бөкейхан жазушы болған, Міржақып, Дулатов, барлығы бір командада болған. Сол арқылы көптеген осы қазақтың атын шығарған. Мен өзім былай нақты кім екенін білмесем де қазақтың батыры деп санаймын. Қазір есімде жоқ. Әлихан Бөкейхан туралы естулерің бар ма? Ағартушы, бес арыстың бірі емес пе? Әлихан Бөкейхан біздің Алаштың қозғалыс 20-ші жетекшісі. Тарихта оқулықтарда да бар, мектепте де оны оқиды. Уже атылып кетті, репрессияға ұшырап. Енді біздің нағыз азамат қой осы. Алаш партиясы құрған, Японияда оқыған. Ол кісінің атынан аэропортты атауға болады. Потому что бүкіл әлемнен ұшып келетін Алматы аэропортының атын беруге болады. Мысалға Джон Кеннеди аэропорты бар Америкада. Израильде Бен-Гурион аэропорты бар. Сол бүкіл әлем танитын кісі болу керек. Жоқ, естігенім жоқ. Алаш ордасының соған қалаушысы. Енді орысша айтқанда председатель болды ғой деймін. Солай үлкен көше емес, кіші көше ғой деймін. Енді қазіргі заманаумен лайықты емес қой. Үлкен көше берілу керек қой. Көрген шығармын, білмеймін. Әлихан Бөкейхан туралы естуіңіз бар ма? Бар, конечно. Алаш партиясының мүшесі. Енді көп қой, мысалы, Петропавл бар, мысалы, қаншама, мысалы, орыстың қалалары бар. Одан гөрі, мысалы, қазақтың осындай қазақ үшін деп өлген кісіге, мысалы, былай айтқанда, сондай адамдарға берген жақсы деп ойлаймын өзім. Суретте бейнеленген тұлғаны танисыздар ма? Әрине танимын. Бұл кісі Әлихан Бөкейхан. Қазақ үшін жан тіккен адам, мен үшін ұлы тұлға. Бұндай халық үшін жан тіккен адамдарға кішкентай көше емес, мен ұсынар едім, егер мен қолымда болса, Назарбаев атындағы көшені осы кісінің атына неге бермеске деп. Әрине ұсынар едім. Мысалға? Петропавл, Павлодар, жаңа одан бөлек Нұрдан басталатын қалашықтар көбейіп жатыр ғой. Солардың біріне болмаса біріне беруге болатын еді. Ал халқым, сайып келгенде Әлихан Бөкейханды біреу білсе, біреу білмейді. Оның есіміне берілген көшелер тым кішкентай болғандықтан тасада қалып қойып жатыр. Сауалнама барысында Ресей аймағына шекаралас орналасқан Павлодар, Петропавл сынды қалалардың есімін ұлт көсемі Әлихан Бөкейханның есіміне ауыстыруды сұнып жатыр. Ұлт азаттық жолында барлық ғұмырын арнаған Әлихан Бөкейханға осы қалалардың біреуін атаған жағдайда Қытайдың қорғанынан да
биік қорған болар еді. Иә, ұлтқа қызмет ету білімнен емес, мінезден. Сіздермен болған Күмісбектің немересі Бесжан.